Балалар Қазақстан табиғаты жайлы ақпараттармен танысып отырып, ерекше бір жануардың бейнесін байқады. Бұл жануардың денесі жылқыға ұқсағанымен көздері ерекше еді. Олардың қызығушылықтарын байқаған ұстаздары, оларға бұл жануардың керқұлан екендігін айтып берді. Кенеттен кітап тіріліп, балаларды ерекше саяхатқа шақырды. Кітаптың ішіне енген сәтте олар кең байтақ далада пайда болды. Қарсы алдынан жүгіріп келе жатқан Керқұлан оларға өзінің қандай маңызды жануар екенін айтты. Ол жайылымды бүлдірмейді, топырақты сақтайды, өзімен бірге бүкіл дала тіршілігін қалпына келтіреді. Балалар мектепке қайта оралған соң бұл таңғажайып саяхатты ұмыта алмады. Балалар өз сыныптарында экобұрыш жасап, табиғатты қорғауға үлес қосуға шешім қабылдады. Олар Керқұлан туралы ғылыми жоба жасап, бүкіл мектепке таныстырды. Жобада олар Керқұланның экожүйеге тигізер пайдасын, қайта келінуінің маңызын, оның тарихи отаны Қазақстан екенін айтты. Бұл тек бастамасы еді. Себебі бір кітаптың ішінде тұнып жатқан мыңдаған ғажайып бар.